Ғазали өмірінен алынған ғибратты әңгімелер. Екінші оқиға. Басына түскен қиындықты уақытша келген қонақ деп біл. Жас ғұлама жол бойы туыстарымен көз таныстарын, сырлас сыйластарын қимай көз жасына ерік берді. Бұл жайлы өзі көзім жасқа толды. Адамның көз жасы жүректі қалай тазалайтынын бұрын соңды сезген емеспін деп жазды. Ғазали алыс ұзақ уақыт жалғыз жортты. Адам көп қатынайтын бағыттардан Меккеге баратын керуен жолынан, Шамға баратын керуен жолынан да алыс жүруге тырысты. Ұзаққа созылған сапардан шаршап, жол бойындағы терең құдыққа кезігіп, демалу үшін аттан түсіп, жүк көлігін реттеп, аздап отырып салқын суға қанығып, тазаланып жатқанда Ихсан есімді қызметкері ізінен қуып жетті. Әуелі алыстан қарайып көрінген ұзын бойлы қызметшісі Ихсан екенін анандайдан таныды. Ихсан ғұламаны уайымдап ешкімге айтпай, ізге түсіп жолға шыққан екен. Ғұламаны оңай тапқан Ихсан қуаныштан еңкілдеп жылап, өзімен бірге еруге рұқсат сұрады. Мырзам, қиын кезеңде сізді қалай жалғыз қалдырамын? Мені өзіңмен бірге жүруге рұқсат етші деп жалбарынды. Ғұлама үнсіз отырып, Ихсанға қарап, елге бар. Менің қабырғаларымның арасы қайғыға толы, жүрегімдегі телегей толқындардың көбіктерін жағаға төгіп, тазарғым келеді. Жаратқанмен жалғыз қалып, оған ғана қиындықтарымды айтқым келеді. Сондықтан сенің менімен бірге қалуыңның ешқандай мәні жоқ деді. Ихсан қоярда қоймай, ғұламаның жанында тек қауіпсіз жерге жеткенге дейін ғана жүретін болып келісімін алды. Ғұлама қауіпсіз аймаққа жеткен соң, Ихсан қайта Бағдадқа жол тартатын болды. Себебі ғұламаның жолда жалғыз жүруі аса қауіпті. Осы күнге дейін жалған діни топтар мен қоғамға қауіпті. Білімсіз елді адастырмақ болған түрлі секталарға аяусыз ғылыми соққылар берген еді. Қауіптің бірі Хасан Сабах есімді есірткі құмарлар ұйымының басшысы. Егер Хасан Сабах Ғазалидің жалғыз жолға шыққанын естісе, сапарын аяқсыз қалдырып, мәңгілік қайтпас сапарға аттандырып ақ жіберуден еш тайынбайтын. Ғұлама жол бойында терең ойдың мұхитына батып кетіпті. Жанына қараса, қызметші Ихсан күбірлеп, баратын жеріңіз сізді қамқоршы уәзір Низамул Мүлктей құрметтей ала ма? Уа, хазіретім, сіз қай жерге тұрақтайсыз? Ол жердің басшысы сізді Берк Ярук сұлтандай құрметтей алмас деп күбірлеп келе жатыр екен. Сол сәтте, өткен жарқын күндерін есіне салып келе жатқан Ихсанның адалдығы жайлы ой ойлады. Ихсан шынайы дос, адал, жақсы адам. Жолда түсіп, дем алса, Ихсан кірпік қақпай күтіп отырды. Ол қасында болғанда алаңсыз, қысқа ұйқыға да бой алдырды. Осы қысқа ұйқы жүрекке жиналған барлық қайғыны сыпырып тастап, өзін өте жеңіл сезінді. Екі атты жолаушы қайта жолға аттанды. Ихсан ғұламаға жағымпазданып, көңіл күйін көтеруді ғана ойлады. Ғазали оның жағыну үшін айтқан сөздерін тыңдамауға тырысып, жол бойы үнсіз болды. Ұзақ жол бойында керуен сарайға тап келді. Толықша келген дөңгелек жүзді, қымбат киім киген керуен сарайдың иесі, қонақ үйге келген жолаушыларды күлімсіреп қарсы алып, бөлмелерге орналастырып жүр. Ол жұпыны киімді екі жолаушыны көргенде де қуанды. Қонақ үй иесінің барлық қонақты киіміне қарамай үлкен қуанышпен қабылдайтыны ғұламаны таң қалдырды.
Бұл жағдайдан кейін білім адамға қаншалықты жауапкершілік жүктеп, оны көтере алмайтын қиын жағдайларға душар еткені туралы ойларға жетеледі. Ол, жаратқаным білімді арқылау қандай ауыр. Білім міндеті өте ауыр жүк. Барлығын біліп түсіну үшін өмір сүру, оған төзу өте қиын деп түні бойы ойланды. Сосын, әрбір қиындықтар мен міндеттер жаратқан жіберген қонақ, әрбір қонақты қуанышпен лайықты күтіп алып, лайықты құрметпен шығарып салу керек деп қағазға жазды. Таң да атып қалыпты. Ғұлама таң намазын оқып болғаннан кейін, ақырын киініп, жаңа жерге қарай бет алды. Екінші оқиғаның соңы. Жазба иесі Жамалбек Дүйсебай.